Біздің елімізді Қытай неге әлемдегі 26 лаңкес ел қатарына енгізіп қойған? Қытай Қазақстанды неге ата жауындай көріп отыр? Қытай мен Қазақстан дос, көрші ел бола тұра, Шинжаңдағы этникалық қазақтар Қазақстандағы туыс-туғандары менен неге хабар-ошарсыз қалды? Осыдан 3 жыл бұрын Қытайдағы тума-туыстар Қазақстан менен еркін араласып, келіп кетіп, телефонда сағат сайын сөйлесіп отыратыны қайда қалды? Қытай билігі Қазақстаннан қандай пәле көрді? Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Мұнда да бейбіт өмір. Ешкім Қытайды жаулап алайын деп жатқан жоқ. Қытай қазақ елінен неге осы құрлы қырын қарап отыр? Тәуелсіз Қазақстанды әлемдегі 26 лаңкес ел қатарына қалай қосып отыр? Қазақ мемлекетінде кім лаңкестікке барды? Ел іші тыныш, бейбіт. Қазақстанда барлық ұлт тату-тәтті. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Қазақ болғалы. Осы бір мамыражай күндерді тәуелсіздіктің арқасында басына кешіп жатқаны белгілі. Олай болса Қытай билігі өзінде 3 миллион қазақтың 500 мыңдайын түрмелер мен концлагерлерге жапты. Олардың басым көпшілігі қазақ еліменен қарым-қатынаста болғаны. Әлеуметтік желіде бұл жақпен сөйлескені үшін, Қазақстан туралы бірер ауыз жақсы сөздер айтқаны үшін, ақын жазушылардың шығармасын оқығаны, әншілердің әнін тыңдағаны үшін қылмыскер болып шыға келді. Олай болса, біз тәуелсіз елімізді неге ақтамаймыз? Қытай, сен бізден қандай ісіміз арқылы мін тауып қаралап отырсың деп неге сұрау қоя алмаймыз? Қазақ елі тату-тәтті, бейбіт өмір кешіп жатқан ел. Бізде террорист, лаңкес деген ел ішінде атымен жоқ. Сен бізге неге қандай неңізге сүйеніп қазақ халқын қаралайсың деп айтуға хақымыз бар ғой. Қытай билігінің өзіндегі 3 миллион қазаққа қырғидай тиіп, шетінен жалған жаламенен ұстап, жазалауға кіріскен кезде қазақ елінен атажұрт еріктілері және оның басшысы Серікжан Біләшұлы қарап тұра алмай, онда қиналған қазақтарды Қытай қанды шеңгелінен арашалап алғысы келіп, бел шеше білек сыбанып, араша сұрағаны баршамызға аян. Серікжан Біләшұлы бастаған атажұрт еріктілерінің осы бір ерен еңбегі Қытай билігін халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдары жағынан қатты сынға ұшыратты. Қытай қызыл билігінің бұл қылмысынан жалтаруға саңлау қалдырмағаны да белгілі. Сонымен Серікжан Біләшұлына қатты өшіккен Қытай өзінің біздегі қолғанаттары жағынан арыз жаздырып, түрлі жалалар жаптырып, оны ұстатып, соттатып жіберуге бар күшін салғанында белгілі. Оны қазақ елінің бәрі біліп отыр. Олай болса, Қытай өзінде 3 миллион қазаққа жалған жала жауып, оларды қойша қосақтап, ұстап, түрмелер мен концлагерлерге жаппай қамағаны туралы арты ашылып қалған. Бұл қылмысынан ақталудың жаңа бір жолын Қытай тыңнан іздеп тапқандай. Ол қандай жол? Ол Серікжан Біләшұлын уақабыс, лаңкес, жиқатшы деген өзі істемеген қылмыстарды оның мойнына қиып, іліп, оны қазақ мемлекетінің қолыменен соттату. Сол арқылы халықаралық қоғам алдында өзін ақтап алу. Міне, біз қазақтарға неге шүйліктік? Себебі олар шетінен лаңкес, шетінен уақабыс, олар шетінен террорист. Соның айқын айғағы Қытайдан Қазақстанға қоныс аударған қазақтардың жол бастаушысы Серікжан Біләшұлын қазақ мемлекеті қылмыс үстінде ұстап, соттады. Бізге сенбесеңдер қазақ мемлекетінен сұраңдар деп өзін сүттен ақ судан таз етіп көрсетпекші.
Бұның айқын дәлелі: бірінші, Сайрагүл Сауытбай қызына Қытайдың сен екі ел арасында еркін кіріп шығып жүре бересің. Сені өлдеменен бүлдеге орап қоямыз. Есесіне сен Қытайды барынша мақтайсың деп үгіттеуі. Екінші, Қытай қазағын қытайшыл Хуашау Дүке Мәусімханұлының Қытай қазағы террорист дегені сияқты Қытай өз аумағынан тысқары жерден бір Қытай қазағына сол елдің қолыменен жалалатуы керек болды. Үшінші, Қытайдың таңдауына Серікжан Біләшұлы дөп келді. Міне, өз ұлты үшін отқа түсіп, шырылдаған осы бір қазақ азаматын Қытай құрманға шалу арқылы өзі әлем халқы алдында ақталып, біз қазақтарға бекер соқтығып отырғамыз жоқ. Қазақтар шетінен бандылық, террорлық әрекетпен шұғылданды. Мен бар болғаны қылмыскерлерге соққы бердім. Қытай қазағы бүлікші болмаса, Қазақстан Қытайдан көшіп барған Қытай қазағының көшбасшысы Серікжан Біләшұлын елдер арасына ұлтараздық тудырған үшін ұстап соттады. Бұны барлығын білесіңдер. Деп Серікжан Біләшұлы арқылы өз қылмысын бүркелемекші. Себебі Серікжан Біләшұлы біздің құқық қорғау органдары жағынан ұсталып, үйғамаққа алынғалы, біздегі Хуашаулар, бір ауыз сөзбен айтқанда қытайшылдар, Серікжан Біләшұлын уақабыс, салапыс, лаңкес деп, оған жаппаған жаланы жауып, Қаржауыр алдында дағы қара қарғаша тым көп қарқылдап кетті. Міне, осының артында мен айтқан Қытай мүддесі жатқаны бесенеден белгілі. Сондықтан менің қазақ қоғамына айтарым, Қытай қазағы ешелден қазан бұзып көрмеген жоқ. Олар қай елде жүрсе де заң законнан аттап көрген емес. Олай болса, оларға Қытай билігі таққалы тұрған қаралау мен жалған жалалауға жол беруге болмайды. Әрі қазақ мемлекетін Қытайдың әлемдегі 26 леңкес ел қатарына қосып, ғалам елдеріне жаман етіп көрсету не? Үнсіз қарап отыруымыз біздің тәуелсіздігімізге сын. Серікжан Біләшұлы нағыз адам құқығын қорғаушы. Оны ғалам елдері мойындап қойған. Ал біздің ел ақиқатты ұстана отырып, оны жалған жаладан арашалап, Қазақстанның нағыз әділетті жақтаушы ел екен әлем елдері алдында көрсетеді деген үміттеміз. Бұл біздің тәуелсіз еліміздің қалқарадағы беделін асқақтатпаса түсірмейді. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.